Сәлем баршамызға. Бүгін біз осындай жүрек мармеладтар жасаймыз. Ол үшін бізге көп те зат керек емес, кем дегенде 2-3 зат керек. Ал менің видеом ұнаса, маған жазылып, лайк басып, каналыма қолдау білдіріп кетсеңіздер қуанамын. Осындай әдемі болып шығады. Мінекей ортасын кесіп көрсетейін сіздерге. Үй жағдайында балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Осылай әдемі шығады. Ең алдымен бізге ыдысымызға керекті, мен сокпен жасаймын, нектар согын құйып аламын, 100-150 мл. Согын құйып аламыз. Ең алдымен ыдысымызға, сосын желатин және лимонная кислота аздаған және қант қосамыз. Согымызға желатинді мен 3 ас қасық құямын, 15-20 грамм. Және осыған аздаған лимонный кислотамыз бар ғой, соны щепотка деймі, шым-шымдап саламыз. Содан соң 6 қасық ас қасық қант құйып саламын. Сосын 15-20 минутқа желатин мен қант бәрі араласып, өзі қоюланғанша бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң оны плитаға не болмаса микроволновкаға ысытып алуға болады. Мен бір қайнатып аламын. Қозғап, плитаның үстінде қозғап күйіп кетпес үшін араластырып тұрамыз да, сосын формаға құямыз. Жасап көрсеңіздер болады. Егер де сіздердің балдарыңыз мармеладты жақсы көретін болса, жасап көріңіздер. Міне біздің осылай қоюланады. Осы көрдіңіздер ғой, қоюланғаннан кейін осыны плитаға не болмаса микроволновкаға қайнатып аламын 1 рет. Сосын ыдысыма құйып, сәл суытамын да формаларға құйып аламын. Менде тек жүрек формалар бар. Мен өзім шоколад дайындағанды жақсы көремін, балаларыма үйден шоколад жасап беремін. Сол себепті менде тек жүрек, келесі жолы аюдың болмаса неше түрлі жемістердің формалар бар, соны алып жасап көремін. Ұнаса қолдап тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Осылай әр қасықтап құйып алдым. Шприцпен де құйсаңыздар болады. Лимонный кислотаны көп қосып жүрмеңіздер, қышқылданып кетеді екен. Ал сау болыңыздар.